Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқан мен Исмоли Кюзет. Достар, бүгінгі біздің видеомыз топ 9 видеосының екінші бөлімі. Алдыңғы бөлімді мен енді ютубқа салып жатырмын, ал бізде екінші бөлімі. Бұл видео кімге қызық? Кеттік. Бірінші мультфильм. Менің номері бірінші мультфильмім ол Моана. Моана Disney компаниясынан шыққан өте керемет фильм. Ютубқа Моана деп жазсаңыздар шығады. Сіздер оны тіпті білетін де шығарсыздар. Маған қатты ұнайды. Мен үшін номері екінші орында тұратын Динамо. Динамо мен үшін қатты ұнайды. Ол жерде бір динозавр туралы айтылған. Ол динозавр өмірі бойы бала көтере алмайды екен. Сөйтіп, бірақ ол бір бөтен балаларды асырап алады. Яғни бөтен динозаврларды сөйтіп ол жұмыртқа басады. Жұмыртқасының ішінен адамдар шығады. Ол өзге әлемнен келген адамдар. Сөйтіп оны асырайды, кейіннен ата-анасы келіп, осылай болады. Номері үшінші ол Тарзан. Тарзан маған қатты ұнайды. Ол Маугли фильмінің қазақша түрі. Ол маған ұнады. Сіздер де Тарзан деп жазып көрсеңіздер болады. Номері төртінші орында бізде Аладдин. Аладдин Disney компаниясынан шыққан. Маған қатты ұнайды. Аладдин өте кедей бала болады, және де ол өзінің досы арқылы, жын арқылы, яғни айтқанда досы арқылы ханның қызына үйленеді. Достар, мен үшін бесінші орында тұрған, мен ол мультиктің атын ұмытып қалдым. Ол жерде русалка бар. Ол су ханшайымы. Және де ол бір жігітке тұрмысқа шығады. Ол үшін даусынан айырылып қалады. Осы мультфильм маған қатты ұнайды. Disney компаниясынан. Мен үшін алтыншы орында тұрған Босс Молокос. Босс Молокос дегенде ол жерде кішкентай адамдар, үлкен адамдар секілді сөйлейді, солар сияқты киінеді, ойлары тура солай, бірақ өздері бөпелердің кейпінде. Босс Молокос. Ұнаса лайк басыңыздар. Мен үшін жетінші орында тұрған өте керемет фильм. Мен оның атын ұмытып қалдым, бірақ ол жерде бір көк түсті адам болады, фиолетовый дақтары бар, және де жасыл түсті адам болады. Оның үлкен көзі бар, бір ғана көзі бар. Олар өздері біртүрлі адамдармен топ құрады, басқаша адамдармен. Кейін олар топтары бойынша жеңіледі, бірақ соңында неде болса жеңіп шығады. Енді бізде 8-8 орында ол маған қатты ұнайтын фильмдердің бірі Тачки Маккуин. Білемін, ол ұлдарға арналған фильм, бірақ маған қатты ұнайды, себебі Тачки Маккуин. Ол фильм өте керемет, мен оны басынан аяғына дейін көріп шыққаным. Және де Ертөстік сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Мен үшін ол 9-шы орында тұрады. Өте керемет, қазақша фильм. Мен оны мультфильм. Өте керемет. Ол да ұнаса, лайк басыңыздар. Достар, менің бүгінгі видеом аяқталды. Ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.